Міне, Америкаға келіп 20 жыл өмір сүрген қазақ жігіт 20 жылда бір рет мені көлік полициясы тоқтатып көрмепті дейді. Көлік қызметкерлері тоқтап 20 жылда бір рет тоқтатып көрмепті дейді. Мені түнгі сағат бәленде мені бір рет тоқтатты. Анау бір бағыттағы жолдан келе жатсам. Сосын мен не үшін шұғыл келе жатқанды айттым, түсіндірдім. Жүре бер деді. Bir қара нәсілді полиция екен, жүре бер деді. Ал бізде сол мүмкін бе екен? Жоқ. Бізде барлық нәрсе қазақты езуге, үркітуге, қорқытуға арналған. Бұлай қарасаң көп жұрт ойлайды, полицейлер өзінің қалтасына басады деп. Жоқ, ол бастығына береді, ол бастығына береді, ол бастығына береді. Ең соңында кімге барады? Назарбаевтың әулетке барады. Алматы Астанадағы бүкіл көлік тұрақтары кімдікі? Назарбаевтың әулетінікі, соның командасынікі. Анау полицей болып, ең соңында кімге барады? Тұтас сол билеу штабқа барады. Ал бүкіл билеу штабты сөйтіп, қазақты үркітіп, қорқытып, езіп, тепкілеп, жаншып, тіпті көлік жүргізуден де қорқатын қып тастап отырғандағы не мақсат? Халықты құл жасау, санасын, руханиятын құлдану. Тіпті менің өзім Қазақстанда 20 жыл өмір сүріп, міне 70 миль деген жерден 69 мильмен жүретін бейшара құлдық мінез қалды. Құлдық мінез маған дейін әсер қылған ғой. Барлық зұлымдыққа қарсы тұратын, барлық араның ұясы болса басымды тығып алатын, іздеп жүріп бәлелі темадарға кіретін, іздеп жүріп сондайға кірем деп жүрген мені, кірген мені, жаңағы барлық осындай істерде ұстаған жерде қолым, тістеген жерде тісім қалады деп жүрген менің өзім 70 мильден 69 мильмен жүргеннен менің өзімде америкалықтар сияқты еркін сана, жаңағы еркіндік, салсаң айыппұлыңды саларсың, не бопты дейтін, мен жаңағы кісі өлтірген жоқпын деп қасқайып тұратын, полицейдің өзіменен жаңағы төбелесетін, менде сондай рух кемшіл екен. Яғни мен Америкада туып, Америкада өскен жоқпын, мені сол Қазақстандағы жаңағы полицейлік режим менің өзімді қорқа қып тастаған. Міне қайда жатыр. Ал менің өзім 70 мильден 69 мильмен айдайтын мінезді, өзімнің мінезімді солай қалыптастырып қойған мен енді байқап отырмын Америкада 1,5 жыл өмір сүргенде. Ал өмір бойы Қазақстанда өмір сүрген сіз әлі қанша мінезіңіздің құлдық мінез екенін байқадыңыз ба? Демек, біз құлмыз қазақтар. Бізді Назарбаев әбден тепкілеп, езгілеп, жаншып, табанға салып, таптап, отырсақ опақ, тұрсақ сопақ қылып, үреймен бүкіл құқыларымызды айырып, бізді малдан төмен қып тастаған. Ащы шындық осы. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Құлдықтан құтылудың жалғыз жолы күрес. Барлығына қарсы тұру, барлығын шағу, барлығын қирату, барлық осындай шектемелерге қарсы тұру. Не үшін бұлай? Мен адаммын, еркін өмір сүруім керек деп, бәріне тойтарыс беру ғана қазақты құтқарады. Басқа мал жоқ, жағаласпай жан қалмайды. Енді екінші бір лекция бұдан да сұмдық болады. Күтіңіздер, 2 минуттан кейін сөйлеймін.